О, tartım bomba. Kışkı olmuş. Zümrüt boyunca kettik. Bana isteyen kız. Lan isteyen kayşanmamız şimdi bu sattık şarap. Мою бимбус псапто. Наңғараңда деген наған келсе соған анама лабушка oldu ma. Каменон инту. Gittim. Gittik. Of. Dostlar bana ne sokulağını nominin azaptanуымызға жол бермейді. Тек ол ғана емес. Менің апам өзінің апасымен араздасып көрген емес. Ешқашан оған қарсы шыққан емес. Ұрыс былай тұрсын. Тіпті сөз қайтармайтын. Жетер ағысын. Сен өз міндетіңді атқарудан қашасың. Менімен олай сөйлесуге қалай дәтім бар. Көкеба. Сіз тәтемен әжемнің өзінше өзіңізді отбасының басшысымын деп O zatvoyç desin. Олардың жартысын O şaşap durun. Мен Кокила Моди өзімнің отбасының басшысымын деп жариялаймын. Сіздің ең сорақы қателігіңіз ол мені өзіңіздің екеніңізді ұрып жібергіңіз келгендігі. Гүлі келін. Енді мен динамит аламын. Менің апам ешқашан ондай қылыққа бармас еді. Жетер. Кім шектен шықтың? Мен саған қарым-қатынасымды өзгертіп едім. Болмысым өзгеріп шыға кетті ме? Сен қалайғанда Кокила Моди емессің деп айтасың? Маған қарым-қатынасымды өзгертуге тура келді. Өйткені сендердікі дұрыс емес. Сен және отбасымның барлығы шешім қабылдадыңдар. Сендер тура жолдан тайдыңдар. Менің болмысым өзгерді деп ойлайсың ба? Жоқ. Уақыт өте келе адамдар өзгеруі керек. Мен де өзгердім. Рас па? Келісем. Уақыт өте келе адам болған соң өзгерді. Бірақ мынаны айтыңызшы. Ne diyorsun? Çaman etmişim. Сіз аяқ астынан суда жүзуді қалай үйрендіңіз? No. Өйткені менің білуімше, менің апам Соқ. мүлдем жүзе алмайды. Тоғандағы су анау айтарлық терең емес. Мен ұзынмын. Тіптен кішкентай баланың өзі де сол суда ойнап жүр. Жарайды онда, жүзуді қоя тұрайық. Тамақ туралы не дейсіз? Менің апам сырттан мүлдем тамақтанбайды. Менің апам пияз бен сарымсақ қосылған тағамды жемейді. Ал сол күні сіз пияз қосылған паратқа жедіңіз. Апа, паратқаға пияз қосылған ғой. Байқамай жеген болатынмын. Байқамағандықтан емес, ол сіздің әдетіңіз. Сіз түннің жарымында пияз бен сарымсақ қосылған Қытай тағамына тапсырыс бердіңіз. Тағы дәмін татып рахаттандыңыз. Мен оны өз көзіммен көрдім. Апам неге сырттан тамаққа тапсырыс берген? Ішінде пияз бен сарымсағы бар. Ашшыны жақсылап тұрып қосайыншы. Сіз жаңа ғана маған не деп айттыңыз? Сіз Ben әлемдегі үйümde келтірдім да. бізге тапсырып, Құдайдың Tavuktan da uruk gitti. Beni öldürüp çıktı. отырғым келеді деп айттыңыз ғой. Бірақ мен мынаны түсінсем үйрімасын. Сіз Пушаның алдында тамақтанып, қарныңызды тойдырып алдыңыз. Оның үстіне пияз құймақтарын жедіңіз. Жарайсыз.
Тездетіңізші. Сіздің ыстық көз қимадыңыз. Ал сарымсақ қосылған чатни ше. Айдейді. Тағы не көргенімді айтайын ба? Сол түні сіз халат киіп алып, ебедейсіз би биледіңіз. Менің апам ешқашанда ондай қылыққа бармас еді. Так, 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 так. Менің апам ешқашанда ешкімді ренжітпейді. Кәрі болсын, жас болсын, бай болсын, кедей болсын, ешкімді. Ал сіздің ана бейшарамен қалай сөйлескеніңізді өз көзіммен көрдім. Ханым, маған да тамақ беріңізші. Таңертеңнен бері түк жемедім. Жоғалары. Ханым, өтінем, аздап болсын беріңізші. Бар. Кет. Хаджамды түсіріп алдым ғой. Мен сенің жаныңды шығарам. Енді қайыр сұрайсың ба менен, а? Мені ұруға дәтіңіз бармасын. Маңдайыма қайыршы болу жасылған. Бірақ сіздің тәрбиеңіз бен қылығыңызға қарасам, менен асқан бейшарасыз. Жаба аузыңды. Мен сені аямайым. Міне. Дайын енді біз жолына. Пияз қосылған құймақ пен сарымсағы бар чатнидің көмегімен адамның мінез құлқын тани алмайсың гүлейгенін. Мен сіздің мінез құлқыңызды айтпаймын. Менің апамның иығында ешқашан сары шаян суреті болмаған. Оның үстіне қолында оның аты жазылған емес. Бұл негізі не ғой? Мен Тағы не бір айтайын. Рахатай, рахатай. Менің апам Sağ olun dostlar. Like basılı atıp gitmeyiniz.